Қайырлы күн, құрметті парақшаның оқырмандары. Бүгінгі тікелей эфирде мен орталық аудандық кітапхананың кітапханашысы Шырматова Хадиша Мұратқызы сіздерге кітап оқитын ұлт жобасы бойынша Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» атты автобиографиялық повесін ұсынамын. «Ұшқан ұя» хикаяты халқымыздың 20 ғасырдың басындағы этнографиялық энциклопедиясы іспетті аса құнды қазына. Шығармаға автордың ес біле бастаған шағынан мектеп табалдырығын аттағанға дейін өмірі өзек болған. Жазушы өзінің тұлға ретінде қалыптасуына ұшқан ұясы ықпал еткенін баяндай отырып, отбасы мүшелерін өзіндік бейнелерімен әр қырынан танытқан. «Ұшқан ұя» хикаяты мемуарлық шығарма ғана емес, қазақтың салт дәстүрі, ғұрпы, ұстанымы, дүниетанымы әсерлі бейнеленген этнографиялық шығарма. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Бұл шығарма кезінде цензураның қатаң бақылауынан өтіп, біраз жерлері қысқартылған болатын. Ең алдымен осы шығарманың авторына тоқталып кетейін. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда дүниеге келген. Қазақтың әйгілі әскери қолбасшысы, Ұлы Отан соғысындағы даңқы шыққан стратег және тактик, жазушы, кеңес одағының батыры. Батыс майданындағы 16 армияның 316 атқыштар дивизиясындағы 1073 атқыштар полкінің және батальон командирі. «Ұшқан ұя» қазақ жауынгері әрі жазушысы Бауыржан Момышұлы жазған автобиографиялық шығарма. Орыс тілінде 1956 жылы Калинин қаласынан кітап баспасында шықты. Қазақ тіліндегі нұсқасы алғаш рет 1975 жылы жазушы баспасынан шығып, 1976 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Мазмұнына келетін болсақ, автордың балалық шағы, қазақ салт дәстүрі, атасы Имаш пен әжесі қыз тумастың өнегесі өскен ортасы баяндалады. Әкесі Момыш өз бетімен сауат ашқан, сол кездегі көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасындағы ағаш ұстасы және етікші зергерлікпен танымал болатын. Бауыржан 3 жасқа келген соң анасы Рәзия қайтыс болады да, әжесі қыз тумастың қолында өседі. «Ұшқан ұя» адамгершілікке үндейтін, тәлім-тәрбие беретін көркем туынды. Шығармада адамның асыл қасиеттерін қадірлейтін жолдар да көп. Білім мен ақыл, тәрбие адамның ең қымбат, ең әдемі қасиеттер болып саналады. Бауыржан Момышұлы бұл өмірдегі барлық нәрседен де тәрбиені жоғары қояды. Адам бойындағы жақсы жаман қасиеттерді бәрін тәрбиемен тығыз байланыстырып қарайды. Кітаптың алғашқы беттерінен-ақ адамдық қасиет, адамгершілік мұраттар басты қадір қасиет ретінде сипатталады. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болмаса, келесі кездескенше сау болыңыздар.